Аға, қырғыздар мен біз қазақтарды көп салыстырасыз дейді. Білемін, бірақ та олар қанша президент ауыстырды, дамып өркендеген жоқ, ештеңелері жоқ қой дейді. Қырғыздар кем дегенде демократияның не екенін білді. Қырғыздан Назарбаев деген адам шыққан жоқ. Қырғыздан Назарбаев сияқты бүкіл кланы мен халқын тонап отырған жоқ. Қырғыз неғып өркендемей қалды? Жерінде байлық жоқ. Оларда біз сияқты мұнай жоқ. Оларда біз сияқты газ жоқ. Оларда біз сияқты 1 грамы пәленбай 100 мың доллар болатын уран жоқ. Оларда біз сияқты жерасты байлығы жоқ. Оларда алтын мен күміс, мыс қана бар. Сол алтын мен мыспенен бүкіл бюджетін, әскерін, халқын бағып отыр. Халқы шетелде жұмыс істеп, сол жұмысын мемлекетке жіберіп бағып отыр. Ал қырғызда дәл қазір қазақтың мұнайы мен газындай байлық болатын болса, олар мына дүние жүзіндегі бірінші бай ел болатын еді. Екінші, қырғыздың бұл төңкерістері сәтсіз болды деуге келмейді. Олар кем дегенде президентті кез келген уақытта жұлып алатындығын дәлелдеді. Сен Еуропаға бар, Америкаға бар, сен қырғызбын десең, екінің бірі құлақ елең етеді, қырғызсың ба дейді, біледі. Қазақпын десең қайда дейді, кейбір топастаулар қайда дейді, қазақтың кім екенін білмейді. Дүние қырғыздың қайда екенін біледі, қазақтың қайда екенін білмейді. Ол енді мен қазақпын, мен де намысым келеді, бірақ шындық сол. Қырғыздар өзінің батыр екендігін дәлелдеді. Президенттерін біздің Назарбаев құсап, қолдан құдай жасап, Амитаба деп Назарбаевтың бүкіл інісіне, немере інісіне, құдасына бас ұрған жоқ. Бүкіл министр депутаттар қос-қостан тоқал алып, ана жақтан Дубайдан бір микрорайон сатып алып, мына жақтан Анкарадан, Истанбулдан бір микрорайон сатып алып, іріп шіруге рұқсат берген жоқ. Сол бір 50 мың, 100 мың доллар жей бергенде бас салып жұлып алады. Міне осыдан ақ қырғыздың мықтылығын ойла. Қырғыздарды өзінше менсінбейтін бір қазақ болуы мүмкін. Қырғыздар осы Қазақстанға келіп қара жұмыс істеп. Қара жұмыс істеп. Бірақ мына Америкада қырғыздардың өзі қазақтан артық қой. Мына Америкада қырғыздардың өзі Америкада қазақтардан артық. Мен бір нәрсені мойындаймын. Қырғыздар осы жерде өздерінің КамАЗ айдаған тәжірибесін үйретіп жатыр Америкада. Қырғыздардың Америкада қалай Америкаға келу, қалай виза жасау, қалай оқуға келу үйретіп жатыр. Қазағың бар ма? Қырғыздар деген осы жаққа келіп алғаннан ана жақтағы 60 апа 70 жездесін шақырып жатыр. Қазақ келді ма? Қырғыздар бұл жаққа келіп ресторан ашып, кафе ашып жатыр. Қырғыздар бұл жаққа келіп неше түрлі мамандықты оқып қалып жатыр. Өздері біреу ұрандағанда, біреу аттандап жинала қалады. Ал қазағынша? Қазағың бытшыт болып басы бірікпей жүр. Серікжанды көрсе анандайдан біреу айтады, ойбай Аппаз шатақ дейді. Біреу айтады, ойбай бұл сотталған, бұның қасында жүрсек туысымызға қиын болады дейді. Біреу айтады, ана жақта отырып, кетайық, қазақ қайдым. Кетайық, қазақ дейді. Өзі ана жыртық дамбал киіп, өзі қайыршының тұқымы екені есінде жоқ. Ана өзі Қазақстаннан қайыр тілеп жүріп әрең жеткенін білмейді. Америкада 10 жыл болып үй жоқ, күй жоқ, ешқандай жеткен жетістік жоқ. Не ақшадан, не саясаттан, не басқадан жеткен жетістік жоқ. Мына еуропалықтарға екі бұты оқтай. Жігіті де Америкалықтар екі бұты оқтай. Мына Қытайға да қара екі бұты оқтай. Қазақтар шіреніп, тал-таң етіп, аяғын оран етіп, орангутан құсап жүргеннен ана 100 километр жерде бітеп көремді, ана қазақ қой деймін. Өз-өзінен сініп кеп, қалтасында $100 ақшасы жоқ. Ана үстіне кигені китайский арзан костюм, соған қарамай ісініп, кебініп, бейтіп ораңдап, бейтіп бір жерге тұрса, тал-тайып екі бүтін бейтіп тұрғаннан, ана қазақ деп білесің де. Бір жеріне қарамайтын бұл тәкаппарлық деген бар ғой, Құдайдың ең жек көретін мінез. Қазақтар, мен сіздерге айтайын. Мына қырғызды өздеріңше жақтырмайсыңдар. Сол жақтырмаған, сол сенікі тәкаппарлық па егер сен өзіңше қырғызды елі кішкентай Қазақстанға келіп қара жұмыс істеп, онда сені Құдайдың атқаны сол. Ол өйтіп біреуді сен өзіңше биттің ба, онда Құдайдың ұрғаны сол. Құдай мынау шайтанды Назарбаев сияқты президент болып, не бюрократ, не парақор, не қаншер болған үшін шайтанды қарғыстаған жоқ. Шайтанды неге қарғыстады? Лағнет шайтан неғып лағнетке қалды? Неғып мәңгілік тозақ қыл деп, алдын ала оның шекесіне тозақылық деп ұрып тастады? Себебі ол тәкаппар болғандығы үшін. Осыны біліңдер қазақтар. Сондықтан мына кеуделеріндегі сасық тәкаппарлықты,
Мына кеуделеріңдегі сасық тәкаппарлықты қалай жоясыңдар, сол кезде адам боласыңдар, сол кезде жаратушының мейіріміне, рахымына бөленесіңдер.